Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Оркемедиа арнасында кешкі жаңалықтар қызметі, студияда мен Толқын Батталова, ал бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Берешек балқашықтар, тұрғындар жарыққа 72 миллион теңге қарыз. Шитті ашып, егер автомат болса, оны өшіреміз. Абай болыңыздар, облыста 5 күнде 5 бала терезеден құлап кетті. Терезе мықты болу үшін не істеу керек? Ол құрылғылар сол терезені қатты ашпайтындай, балалар құлап кетпейтіндей жағдайда ұстап тұрады. Жаңа ойын балқаштық футболшылар Қазақстан біріншілігінің 2-ші айналымына шықты. Биыл маусымда біз 12 команда арасында үшінші турға келіп жатырмыз. Қарағанды облысында 5 күннің ішінде 5 бала терезеден құлап, 3-еуі аман қалды. Ал қалған 2-еуі алған жарақаттарын жеңе алмай қайтыс болды. Сондықтан жаз кезінде ыстық деп терезені ашық қалдырмаңыз. Оған қоса балаңызды көзден таса қылмаңыз. Себебі қазіргі терезенің тор көздері мықты емес. Осы жайында толығырақ келесі мамандардың кеңесіне құлақ түріңіздер. Біріншіден, ешқашан шыбын-шіркейден қорғайтын торға сенім артпаған жөн. Олар қауіпсіздік үшін арналмаған. Сондықтан көп қабатты үйде бала болса, міндетті түрде терезеге металдан жасалған арнайы арқан жіпті орнату керек. Ол пластик терезені тек 5-10 сантиметрге ғана ашуға мүмкіндік береді. Және оны бала өзі жұлып сындыра алмайды. Ал бағасы бар жоғы 2000 теңге. Ол құрылғылар сол терезені қатты ашпайтындай, балалар құлап кетпейтіндей жағдайда ұстап тұрады. Және ол кілтпен ашылады. Және қатты ашу керек болса, кілтті бұрай саласы да толық ашуға болады. Ал екіншіден, егер сізде дәл қазір бекіткіш және сақтандырғыш құралдарды қоюға мүмкіндік болмаса, терезенің тұтқасына кілтті орнатыңыз. Оның артықшылығы, сіз кез келген жағдайда терезені құлыптап, тұтқасын алып тастай аласыз. Яғни балаңыз оны қалай да болса аша алмайды. Мына 2 болтты бұрап аламыз. Терезені жабамыз да тұтқаны шығара саламыз. Және балалардың қолы жетпейтін жерге тығып қоямыз. Терезе ашылмайды. Содан кейін оны ашқыңыз келсе, ашып жүре бересіз. Бұдан өзге баланың қауіпсіздігі үшін терезеге тор көздері орнатуға болады. Қазіргі күні үлкен сұранысқа ие тор алюминнен жасалған. Ол терезенің сыртына бекітіліп, 50 келіге дейінгі салмаққа шыдас береді. Толқын Батталова, Руслан Сепен, Оркемедиа. Электроэнергиясының ақысын төлемеген балқашықтардың қарызы 72 миллион теңгеден асқан. Балқашқа тоқ көзін жеткізіп отырған Қазэнергоцентр мекемесі қазір борышкерлермен күрес жүргізуде. Алдымен ескерту жасап, оған құлақ аспағандардың жарығын өшіруде. Тіпті дүние мүлікке дейін тәркілеуге көшкен. Қатаң шара жайында тілші әңгімесінен көрелік. Қазэнергоцентр мекемесінің электромонтері Сергей Палкин контролермен бірге осымен 3-ші жыл борышкерлердің есігін қағып жүр. Күніне 40 шақты пәтерді аралайды. Алдымен ескерту жасайды. Егер оған тұрғындар құлақ аспаса, онда 2-3 күннен кейін қайтып келіп, тоқты сөндіріп кетеді. Открываем щиток. Щитті ашып, егер автомат болса, оны өшіреміз. Болмаса сымды қиып кетеміз. Бір тәуліктен кейін тексеруге келеміз. Кейде өздері қосып алатын жағдайлар болады. Ондай кезде акт толтырып заңгерге жібереміз. Бүгінгі күні жарық ақысын төлемеген балқаштықтардың қарызы 72 миллионнан асқан. Бұл сома 2016 жылдан бері жиналған. Қазэнергоцентр мекемесі осыдан 2 жыл бұрын қалаға тоқ көзін жеткізіп қызмет көрсете бастаған еді. За период с января 2017 года 2017 жылы қаңтар айынан бастап борышкерлерден 46 миллион 73 мың теңге өндіру туралы 1576 сот шешімі шықты. Ал 2018 жылы 1992 шешім шықты. Өндірілетін сома 20 миллион 639 теңге. Егер сот шешімінен кейін борышкер қарызын өтемейтін болса, іске жеке сот орындаушы араласады. Қазір біз сіздің телевизорыңызбен пылесосыңызды алып кетеміз уақытша. Жұлдыздың ақшасын төлегеннен кейін қайтып әкеп береміз. Сот шешіміне де құлақ аспайтын борышкерлерге қатаң жаза қолданылады. Сот орындаушылар үйдегі дүние мүлікті тәркілеуге көшкен. Қашан қарызыңызды қайтарасыз, сол уақытта дүниеңізді кері қайтып аласыз. Алайда бұл жерде ескерген жөн. Егер іске жеке сот орындаушылар араласса, онда олар өз қызмет үшін сізден жеке ақы алады. Яғни қалтаңыз тағы қағылады.
Борышкерлердің тізіміне кірмес үшін әр айдың 25-нен қалдырмай жарық ақысын төлеу қажет. Қазэнергоцентр кассалары Мира көшесінде және бұрынғы қазынашылық орталығында орналасқан. Не болмаса терминал арқылы да төлем жасай аласыз. Күшат Байтекешева, Серік Кетебаев, Үркет Медиа. Бүгін қалалық әкімдікте кадрлық өзгерістер болды. Ішкі саясат бөлімінің басшысы лауазымына 27 жастағы Еркен Беркенов тағайындалды. Енді ол басшылардың ішіндегі ең жасы. Еркен Беркенов еңбек жолын 2012 жылы мемлекеттік мекемеден бастаған. Алдымен тұрғын үй шаруашылық бөлімінде бас маман міндетін атқарған. 2 жылдан кейін әкім аппаратының ұйымдастыру инспекторлық бөліміне бас маман ретінде ауысады. Одан араға 2 жыл салып мемлекеттік қызмет көрсетуді бақылау, ақпараттық технологияларды дамыту бөлім басқарды. Бұл лауазымда жарты жыл отырды. Кейін ішкі саясат бөлімінде сектор меңгерушісі болып қызмет етті. Міне араға 1,5 жыл салып, аталмыш бөлімнің басшысы болып тағайындалды. Бүгін қала әкімі жас жетекшіге сәттілік тілеп, үлкен үміт артты. Полагаюсь на вашу молодость, с одной стороны, с другой стороны, на тот опыт, который вы наработали, будучи исполняющим обязанности. Я надеюсь, что у вас получится и дальше создавать настроение жителям города. И, конечно же, давать какие-то креативные новые идеи в части того, чтобы мы развивались дальше. Ару қалаға тарту еліміздің облыстары Астананың 20 жылдығына арнап құны қымбат көлемі ірі түрлі сыйлықтарын жасауда. Мәселе мерейтойға орай Шығыс Қазақстан облысы Елордада ботаникалық саябақта тұрғызды. Құны 1 миллиард болатын демалыс ошағындағы музыкалық фонтан Қазақстандағы ең үлкені болып табылады. Ал Алматы қаласы Астанадан 250 орны бар балабақша мен алмаға толы саябақты салып берсе, мұнайлы қала Атырау атауымен үлкен көпірді тұрғызды. Жаяу жүргіншілерге арналған жол балық пішіндес. Есілдің оң мен сол жағалауын жалғайды. Ұзындығы 313 метр, құны 6 миллиард теңге. Және де мұндай сыйдан қарағандылықтар да қорғалмады. Басқалардың төріне қазақ еліне мың алғыс деп аталатын репрессия жылдарына арналған монументті ел басына тарту етті. Балқаштықтар қабырғаға сурет салып 150 мың теңге ұтып алады. Қарағандыда граффити суретшілердің арасында байқау өтпек. Оған өтініш қабылдау 31 шілдеге дейін жүргізіледі. Осы жылы конкурс 9-шы рет өткізілмекші. Ақшалай сыйға ие болам деушілер жұмыстың жобасын алдымен graffiti.k жарық.kz сайтына жіберу керек. Іріктеуден өткендер тоқта қауіпті футболдан әлем чемпионаты, Астана Арман қала және Қарағанды жарық бірге 15 жыл тақырыптары бойынша Қарағандыда трансформатор станцияларының қабырғасына сурет салады. Байқаудың бас жүлдесі 150 мың теңге. Бірінші, екінші орын алған қатысушылар да қорғалмайды. Ұйымдастырушылар оларды 170 және 50 мың теңгемен марапаттамақ. Осы 8 жыл аралығында конкурс қатысушылары 250-ден астам қосалқы станцияларға сурет салды. Бұл жылы біздің конкурстың тақырыптары Астананың 20 жылдығына арналады. Тамыз айында суретшілер келіп біздің қосалқы станцияларды суреттерін салып бітіру керек. Конкурстың нәтижесін шығарып, қыркүйекте марапаттау рәсімін өткіземіз. Шаһарда 7 шілде күні футболдан Қазақстан біріншілігінің 2-ші айналымы жалауын көтереді. Мұшылар стадион кешенінде жерлестеріміз алматылық команданы қарсы алып, чемпион атағына тырысатын болады. Аяқ топ шеберлерінің арасындағы кездесу кешкі сағат 6-да басталады. Айта кетейік, футболдан Қазақстан біріншілігі сәуір айында Алматы қаласында басталды. Онда қазір күні 12 команда қатысып, өзара бақ сынауда. Ал бұл сайыста жерлестеріміз әзірге 11 ойын өткізіп, 8-ін жеңіспен аяқтады. Бірінші айналымда біз командамен Алматыда кездестіп, 3-1 есебімен жеңіске жеткенбіз. Турнир кестесінде биыл маусымда біз 12 команда арасында 3-ші орында келе жатырмыз. Бүгінгі жаңалықтарымыз осындай. Алда орыс тіліндегі ақпараттар қызметі күн сайын кешкі сағат 20:00-де біздің арнамыздан жаңалық күтіңіздер. Айымыз нұрлы, күніміз шуақты болсын.